Миллион бар, дұрыс па? Қаланың ортасынан, короче, офис ашамыз. Заңғы бір 300 мың теңгелерге жалдайтын шығармыз, нормальный офис. И сөйтеміз да адам жинаймыз ғой, бір 30 шақты адам. Короче, каждыйына 70 мың теңгеден ғой. Айлық жазамыз, 30 шақты адам, как болса, кабинеті, мынаусы болады. Әрқайсысына, короче, 70 мыңнан айына жазылады, айлық. И, короче, күнне оларға 5 мың теңгеден не қоямыз қандай? Условия қоямыз, күнне 5 мың теңге тауып келу керек та, короче, сықпейді, қақтан болса да, неге өткізу керек та, кассаға бізге. 5 мың теңгеден әр адамнан аламыз, короче. Сөйтіп, олар, короче, ананы тартады, маңын тартады, сөйтіп, адам көбет, да, не қойу бизнес негізі ереге. Соны істеп көрейік. Жігіттер, неме? WhatsApp-тан шыға тұрасыздар ма? Шешініп киініп алайын деп едім. Менде мегабайт жоқ, шешіне бер десей. Сандуғаш оттама, мен сені қосқан жоқпын, Күләмза қосқан сені. Мен админ қылмайым, группаны ашқан Күләмза емес па? Тек аузыңа келгенде отарақтамай отыр, білдің ба? Шатсықын келіп отырың ба? Мен сені қосқан да жоқ, админ қылған жоқпын мен сені. Мен қостым, админ болып тұрғасын. Админнің керегіне мен шығарып тынды сол админнен. Не оттап отырсың? Біресе анаған тиісіп, біресе мынаған тиісіп. Басымды қатырмай отыр, үніспей. Меніме вообще сөйлеспе, атымды атама. Блядь, мен неге тиісе бересіңді? Сандуғаш, ёб твою мать, закрой рот, блядь, өлтірем. Отстань от меня. Батима, Батима деп, немене соншама Батима? Жақсылан, абай айтқандай, не қылсан, не қылып, өзбегің не қылып енді,